әкеңнен көп ал бастайсың. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің есімім Медеубаева Бақытнұр Болатқызы. Мен сіздерге электромеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электрлік есептегіштерді жинақтауда ескерілетін ережелер. Сабақтың мақсаты электрлік есептегіштер туралы жалпы мәлімет беру, олардың құрылысымен танысу, қолданылуын сипаттау. Студенттердің шығармашылық жұмыстары арқылы ой санасын, шапшаңдығын, білімділігін арттыру. Өз бетінше ізденіп, алған білімін еркін қолдана алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Кәсіптік бағыт-бағдар бере отырып, өздерінің болашақ мамандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу. Сабағымыздың жоспары. Сабақ 3 жоспардан тұрады. Бірінші жоспар – электрлік есептегіштерді жинауда ескерілетін ережелер. Екінші жоспар – электрлік есептегіштерді пломбалау. Үшінші жоспарымыз – электрлік есептегіштерді қосу. Бірінші жоспар бойынша электрлік есептегіштерді жинақтауда ескерілетін ережелер. Негізінен электрлік есептегіштердің екі түрі болады. Индукциялық есептегіштер және электрондық электрлік есептегіштер. Жалпы есептегіш дегеніміз, яғни электрлік есептегіш дегеніміз, тұтынылатын электр энергиясын есептеуге арналған өлшеуіш құрал болып табылады. Ол тұрмыста жиілігі 50 Гц, бір фазалы 220 немесе 127 вольт айнымалы кернеуге арналған. Электрлік есептеуіштер Қазақстан Республикасының электроэнергетикасы туралы заңның 1 бабының 15 тармақшасына сәйкес коммерциялық есеп аспабы ретінде электр қуатын, электр және жылу энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген әріппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы. Электрлік есептегіштер, яғни өлшеу аспаптары 3 жағдайда ауыстыруға жатады. Бірінші жағдай, егер үй иесі өзімен бірге электронды емес орнына индукциялық есептегішті орнатқысы келсе. Екінші жағдай, құрылғының жұмыс мерзімі аяқталғанда. Үшінші жағдай, құрылғының жұмыс істемейтін жағдайына байланысты брондауды дереу жасасаңыз, индукциялық есептеуішті күшін жойсаңыз, олардың өндірісін жалғастырады. Яғни олар дұрыс жұмыс жасамай жатқан кезде ауыстыруға болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, электрлік есептегіштердің бұл жерде бір фазалы бір тарифті нұсқасы мен бір фазалы екі тарифті нұсқасы көрсетілген. Сонымен қатар, электрлік есептегіштерді тұтыну жағдайына байланысты тұрғындардың назарына бірнеше ескертпелер айтылады. Жоспарымыз бойынша екінші тақырыпқа оралсақ. Электрлі есептегіштерді пломбалау. Яғни бұл жерде пломбалау құрылғысы, бұл пломбалау тросы. Бұл рұқсат етілмеген қол жеткізімді бақылау жасауға мүмкіндік беретін құлыпталатын механизмі бар, бір реттік пайдаланатын құрылғы болып табылады. Қазіргі таңда пломбалау жұмысы бойынша бірнеше электр энергиясын есептегішті пломбалау ұйымы жұмыс атқарады. Бұл жерде біз екі тарифті есептегіш және екі тарифтік электрометрлік есептеуіш құралдарын көрсетілген. Пломбалау түрлері көрсетілген. Сонымен, өткен жоспарымызды қорытындылай келе, бірінші тапсырма. Термин сөздермен жұмыс. Бұл жерде сіздерде кестеде қазақ тілінде, орыс тілінде,
ағылшын тілінде және латын харпінде термин сөздер берілген. Осы кестені толтырсаңыздар. Енді дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Сіздер де дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Кестені толтырыңыз. Бұл жерде кестеде тоқ, күші, кернеу, кедергі және электр қуаты берілген. Олардың белгіленуі, өлшем бірлігі, формуласын жазасыздар. Дұрыс жауабы. Тексеріп көрсеңіздер болады. Сіздер де дұрыс орындады деп ойлаймын. Ал енді өткен тақырыптар бойынша негізгі сөздерді, яғни термин сөздерді ағылшын тілімен байланыс жасап көрейік. Сонымен, жоспарымыздың үшінші тақырыбына келсек, электрлі есептегішті қосу. Бағана айтып өткенімдей, электрлік есептегіштің екі түрі болады: индукциялық және электрондық. Оларды арнайы мекемелерден келген мамандар орнатады. Мына жерде сіздерге электрлі есептегіштің іске қосу сұлбасы көрсетілген. Жалпы электрлік есептегішті орнатуда мына талаптар қатаң сақталады. Жер мен электр есептегіштің ара қашықтығы 80 немесе 170 сантиметр болу керек. Олар міндетті түрде электр есептегіштер тек мыс сымдар арқылы қосылады. Яғни жүктеме тоғы бойынша максималды. Ал пәтерлерде ең төменгі сымның қимасы 2,5 киловатт миллиметр болады. Ал енді осы үшінші тақырыбымызды, жоспарымызды қорытындылай келе, электр есептегіштердің қосу сұлбасын мына ссылка арқылы сіздер көре аласыздар. Сіздер бұл ссылкада бір фазалы электр есептегіштердің қосылуын, яғни трансформатор арқылы қосылуын көре аласыздар. Төртінші тапсырма. Сергіту сәті. Сіз білесіз бе? Ең ескі электр шамы қай жылы және қай қалада ойлап табылды? Әлемдегі ең ірі электр станциясының қуат көзі неде? Ең алғаш батарейка қай елде табылған? Біле білсеңіз, тамақты микротолқынды пеште ма, әлде плитада жылыту үнемді ме? Кір жуғыш машинасымен кір киімді жуу кезінде суық немесе ыстық судың қай түрімен жуу тиімді деп ойлайсыз? Тамақ әзірлеуде мультиварканы қолдану тиімді ме? Бұл сұрақтардың жауаптарын таптыңыздар деп ойлаймын. Келесі. Бізден сұрақ, сізден жауап әдісі. Яғни бұл жерде мен сіздерге сұрақ қоям, сіздер жауап қайтарасыздар. Есептеуіш жинақтауда қандай ережелер қолданылады? Екінші сұрақ. Есептеуіштердің қанша түрі бар және қандай? Үшінші сұрақ. Есептеуішті пломбалау дегеніміз не? Төртінші сұрағымыз. Есептеуіштерді пломбалау не үшін қажет етеді?
5-ші сұрағымыз, есептеуішті орналастыру ережелері қандай? Сонымен, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, мынау сіздерге берілген ссылка арқылы тест тапсырмаларын орындайсыздар. Бүгінгі өтілген сабағымызды қорытындылай келе, рефлексия, яғни сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды? Жақсы, әрі қарай. Студенттерге өзіндік жұмыс тапсырмасы. Есептеуіштерді жинақтауда ескерілетін ережелерді жаттап алыңыз. Есептеуіштерді пломбылау жұмысына жалпы сипаттама жасап, зерттеу жасаңыз. Осы тапсырмаларды мына әдебиеттен таба аласыздар. Мұхити электротехника 128 және 142 бет аралығы. Жақсы, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.